Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге жапониялық чизкейкті ұсынамын. Ингредиенттерді видеоның астына қалдырдым. Менде осындай кольцо тәріздес форма. Бұл форманың астыңғы жағын, жанын жақсылап жабамыз. Және де алдын ала қиып алған пергамент қағазын ішіне және де жан жағына саламыз. Келесі керекті ингредиенттер: бірінші, творожный сырды және де тұздалмаған сары майды, сүтті барлығын бір ыдысқа саламыз да жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, біз водяной баняда ерітіп аламыз. Еріген консистенцияны жақсылап араластыру керек. Енді бұған біз аз-аздан ситодан ұнды саламыз. Алдын ала дайындап қойған жұмыртқаның сарысын қамырымызға саламыз да жақсылап араластырып, біркелкі консистенция шығу керек. Келесі бұл консистенцияны ситу арқылы өткіземіз. Келесі ақ уызымызға лимонның согын бір ас қасық саламыз да оны жақсылап миксерлейміз. Және де аз-аздан қантты салып отырып, жақсылап әппақ көпіршігенше миксерлейміз. Миксердің ыдысы таза болу керек. Енді дайын болған ақ уызды қамырымызға салып, біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Дайын болған қамырды формаға құямыз. Форманың астына кез келген табаларыңызды қоюларыңызға болады. Және де бұл қамырды шпажкамен жақсылап араластырып аламыз. Табамызға қайнап тұрған ыстық суды құямыз да духовкаға жібереміз. Достар, менде осындай чизкейк шықты. Өте жұмсақ, сондай нәзік. Қалауларыңызша сәндеуге болады. Мен сахарная пудра септім үстіне. Сіздерге осындай чизкейкті пісіруге кеңес беремін. Сондай жұмсақ, дәмді, сочный. Достар, мені қолдап, менің жұмысымды бағалап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.